Barşаңызға қайырлы күн достар. Бүгін кешкі асқабақтан жасалған сорпаның рецептісімен бөлісетін боламын. Дәрумендерге бай, толы болған асқабақтың сорпасын бізге керекті заттардың барлығын жуып, тазалап дайындап алдым. Осылардың грамын видеомыздың астына жазып қалдырып кететін боламын. Менде мына жерде пиязымызды кішкене 4 бұрышты етіп турап аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қазір асқабақтың мезгілі. Пияздарымызды осылайша етіп турап алғаннан соң, сабызымызды дөңгелек етіп турап аламыз. Турап алған сабыздерімізді ыдысымызға салып бір шетке қоямыз. Картоптарды осылайша етіп 4 бұрышты етіп турап аламыз. Менде 3 картоп, егерде сіздер ұнатпасаңыздар, салмай қойсаңыздар да болады. Осылайша етіп турап аламыз. 3 тісше чеснок, оның тураудың қажеті жоқ. Енді асқабақтарды тураймыз. Осылайша етіп турап аламыз бұларды да. Қаласаңыздар 4 бұрышты етсеңіздер де болады. Барлығын турап аламыз. Турап алған асқабақтарымызды ыдысымызға салып қоямыз. Енді кезекте қазанымызға көз мөлшермен майымызды құямыз. Майымызды құйып болғаннан соң, турап алған пиязымызды осылайша етіп салып 5 минутқа қуырып аламыз. Қуырылып жатқан пиязымыздың үстіне картоп менен сабызымыз, чесноктың барлығын саламыз. Осылайша етіп кезек саламыз да бір қуырып алғаннан соң, үстіне асқабақтарымызды осылайша салып, жақсылап қозғап аламыз да үстіне дәмдеуіштерімізді саламыз. Менде кәдімгі тұз, Қытайдың тұзы, қара бұрыш, кептірілген мята. Осының үстіне үй температурасындағы тұрған суды құйып, батқанынша құямыз да 40 минутқа, 45 минутқа осылайша баяу отқа қайнатып қоямыз. Пісіп қалған тағамымыздың үстіне 2 ас қасықты толтырып, осылайша қаймақты салып, одан кейін блендердің көмегімен езіп аламыз. Менде осы жерде суы аз болғандықтан 2 кесе суды құйып, бір қайнатып алдым. Осылайша мұзымалканың көмегімен барлығын езіп аламыз. 2 кесе су құйған сорпам осылай болып шықты. Менің сорпам осындай болды. Өте дәмі керемет, тіл үйреді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызды осылайша қуантсаңыздар болады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар, менің сүйікті көрермендерім.